Сәлем достар, бүгін бізде мантыға бір жұмыртқа, тұз, су құйып, үстіне ұнымды салып, әдемілеп жұмсақ етіп қамыр жаятын боламыз. Қамырымыз қатты болып қалса, оны жаюдың өзі қиын болады, сосын жабыстыра алмай қаламыз. Осылай тез доңалақ суала қылдым, осы суаланы үшке бөлдім. Үшке бөлген кейін әрқайсысын бір-бірден домалақтап бастадым. Бұл жерде енді айта кетсек, оның кішкене қамырым қатты жұмсақ болып кетіпті. Бірақ мен асығыс болғам, сол үшін де может жұмсақ қылып қойдым. Жұмсақ болса тез жайылады, иә. Содан кейін үшеуін әдемілеп бір-біріне кейістіріп қойып, ары қарай пияз аршып бастадым. Пиязды да бір 8-9 штук пияз аршыдым, конечно. Оларды әдемілеп суға салып, жуып, дайындап бастадым. Тураған кезде де оны мен қолмен турамаймын. Майсын деген бар ғой, соны екіге бөліп, пиязды әдемілеп соған турап аламын. Тез және оңай болады. Тұз салып, оны қатты мұжып, майдалап әдемі жұмсартып аламын. Кішкене алып қалам, өйткені пияздың көп қылып турағам. Үстіне подливка фаршын саламыз, әдемілеп еземіз. Оған картошка турап жерем деп ойладым да, тағы да кішкене картошка турап, соны салып жердім. Демек болды, фаршымыз дайын деген сөз, иә. Сөйтеміз да, бұған кішкене перец, тұз, сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз да, фаршты домалақтап қойып қоямыз да, қамыр жайып бастаймын. Қамырды жайып бастадым. Не үшін 3 жуала деп жатқан жастар, тағы да бөлек сестренкама пиязсыз құры картошка және фарш арқылы тағы да манты түйдім, жаңағыдан бөлек. Енді қамырым сәл жұмсақ болған кейін төртбұрышты емес, сәл фигурный болып қалды. Менімен бірге болыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Бірге неше түрлі дәмді тамақтар дайындайтын боламыз. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.